Жыл басынан бері цифрлық отбасылық картаның арқасында 246 мыңнан астам адам мемлекеттік қызметтер алды. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі 2025 жылдың басынан бері әлеуметтік еңбек саласында мемлекеттік қызметтерді белсенді түрде көрсету үшін 463.300 адам СМС хабарлама алды. Еңбек министрлігінің хабарлауынша 246.400-ден астам адам өтінішсіз жәрдемақы немесе төлем алу мүмкіндігін пайдаланды. Әрбір азамат 11 түрлі жәрдемақы алуға мүмкіндігі бар. Ол жәрдемақыны қалай алуға болады? Тақырып қызықтырса, видеоны қарап шығыңыз. Достар, арнамызға жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Цифрлық отбасы картасы барлық қолданыстағы үкіметтік ақпараттық жүйелердің деректерін пайдалану арқылы жасалады. Қазіргі уақытта онда 20 миллион Қазақстанның азаматы немесе 6,2 миллионнан астам отбасы туралы ақпарат бар. Цифрлық отбасы картасын енгізудің негізгі мақсаты қазақстандықтардың мемлекеттік қолдау жүйесіне тең қолжетімділігін қамтамасыз ету. Сондықтан Қазақстан Республикасының әлеуметтік кодексінде цифрлық отбасы картасы әлеуметтік саясаттың орта және ұзақ мерзімді мақсаттары мен бағыттарын анықтау құралы ретінде анықталған. Цифрлық отбасы картасы сонымен қатар азаматтардың әлеуметтік мәртебесіне байланысты кепілдендірілген мемлекеттік қолдаудың әртүрлі түрлерін алу құқықтары туралы күнделікті электрондық хабарлама ретінде қызмет етеді деп атап өтті Еңбек министрлігі. 11 түрлі жәрдемақы мен әлеуметтік төлемдерді ұйымдастыру. Қазіргі уақытта орталықтандырған әлеуметтік көмек жүйесі мемлекеттік қолдау шараларына құқығы бар қазақстандықтарға ешқандай өтінішсіз мыналарды алуға мүмкіндік береді. Мүгедектік жағдайындағы әлеуметтік төлемдер, жұмысынан айырылған жағдайда әлеуметтік төлемдер, әлеуметтік төлемдер немесе асыраушысынан айырылу бойынша жәрдемақылар, босану және бала күтімі бойынша жәрдемақылар, мүгедек баланы тәрбиелеп отырған ата-анаға немесе қамқоршысына жәрдемақылар, мүгедектік бойынша жәрдемақылар, көп балалы отбасыларға жәрдемақылар, алтын алқа және күміс алқа алқаларымен марапатталған көп балалы отбасылардың аналарына жәрдемақылар, атаулы әлеуметтік көмек, сондай-ақ бір реттік жерлеу төлемі. Сонымен қатар зейнетақы төлемдеріне құқығы тағайындалған немесе ұзартылған қандас мәртебесінің аяқталу күні және жұмыспен қамту мүмкіндіктері туралы автоматты түрде хабарламалар береді. Мемлекеттік қолдау шараларына құқығы анықталған кезде әлеуетті алушы 1414 бірыңғай байланыс орталығынан СМС хабарлама алады. СМС алғаннан кейін жеке тұлға келісіммен жауап беруі керек. Әлеуметтік жәрдемақы немесе төлемге өтініш беру және тағайындау автоматты түрде өңделеді. Кейіннен қаражат алушының банк шотына есептеледі. Алаяқтық қаупін болдырмау үшін 1414 бірыңғай байланыс орталығынан алынған СМС хабарламаларға жауап беру маңызды екенін атап өтеміз. Еңбек министрлігі кез келген сұрақтар бойынша байланыс орталығына 1414 нөмірі бойынша қоңырау шалуды ескертеді. Қоңырау шалу тегін. Бұрын хабарланғандай, картаны әзірлеуге мемлекеттік бюджет жұмсалған жоқ. Жоба бойынша жұмыс 2015 жылы мемлекеттік органдар арасындағы деректер алмасу ретінде басталды. Ал платформаны толық көлемде әзірлеу 2021 жылы басталған болатын.